сәлем, YouTube әлем. Сіздермен бірге мен Аялуингс. Достар, бүгінгі видео бізде мектептегі сыныптас қыздардың немесе мектептегі қыздардың типтері, яғни әртүрлі типтегі қыздар жайында сөйлесетін боламыз. Итак, ең алдымен ол үндемейтін и серьезный қыздар жайында сөйлесетін болсақ, ондай қыздар прям үндемейді, и серьезный болады, прям әр кезде де өте тып-тыныш болады. И потом ол қыздар үндемесе де кейбіреулері сабақты жақсы оқиды и прям идеальная деп айтуға болады. А кейбіреулері мүлде үндемейді, но сабақтары нашар болып келеді. Еще класста андай вечно қыдырып қалған қыздар болады. Олар примерно өздерін құтыра береді да, мінездері қалай болса солай дегендей. Ондай қыздар еще вечно құтырады, вечно күледі, сондай қыздардың типтері болады. Ондай қыздар өте көңілді болып келеді, но сонда да кейде тым шектен шығып кететін кездері өте көп болады. А еще класста пысық әрі өте көп сөйлей беретін қыздар болады. Яғни көп сөйлейді, пысық, сабақтарын жақсы оқиды, ондай қыздар бірден көзге түседі. Және де сыныпта тағы да бір типі ол оқымысты да, прям оқымысты да, сабақты жақсы оқиды и прям бос уақытын кітап оқумен өткізеді. Сондай қыздарды прям супер. И класста вечно бәріне тисе беретін, и прям ұрса беретін. И потом прям өзінен өзі әртүрлі нәрселерді шығарып алатын, әртүрлі ұрыстар шығарып алатын, әркімге бір тисіп, әркіммен бір ұрсатын. В общем, классқа бір ешқандай жығымы жоқ қыздар болады да. Ондай қыздар тоже бар класстарда. Андай ешкімді жақтырмайды, әркіммен бір жүреді, еще әркіммен бір дос болады, еще тағы да Б-план, короче. Класста еще екі сылыпы әлпылар болады. Олар прям бір-бірімен дос болады, бірге жүреді, вечно біздің секреттерін екеуі ғана біледі. Прям сондай сыныптастардың типтері, сондай қыздар болады. Ондай қыздар просто так супер. Класста дорамашница қыздар болады. Яғни біреулер дорамашница, дорама қарайды, бірге дорама туралы әңгіме айтады, көп темалар дорама жайында болса, ал біреулері анимешница болады. Яғни аниме туралы, в общем, темалар айтады, кейбіреулері қандай фильмдер көрген айтады. Сондай темадағы қыздарда кездеседі. Прям барлығында болмаса да, бір класста әйтеуір бір дединсайтка болады. То есть маска киіп алады, который... Бірақ бұл стиль просто так түсінген адамға өте супер. Түсінбегендерге еще класста өздерін дерзкий санайтын пацанка қыздар болады. То есть төбелесетін, ұлдармен вечно как ұлдар сияқты жүретін, как сондай қыздар болады да. Ол да дұрыс шығар енді. Тағы да бір соңғы типі. Сонымен қатар любой класста, бар шығар. Сонымен қатар любой класста бір Korean girl кездеседі. Типа сызылады, типа өте өзін нәзік ұстайды, как қыз сияқты да. Еще как Korean girl сияқты жүреді, прическа сондай, стиль сондай қыздар болады. Ондай қыздар просто так супер деп қоймайды дейді. Сонымен достар, менің бүгінгі таңдағы сіздерге түсірген осы мектептегі қыздардың 10 типі атты видеом сонымен аяқталады. Егер видео ұнаса, маған лайк басып, арнама тіркеліп, колокольчикті басып и комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Аялуингс.